Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге жылқының бір жілік етін осып, тұздауды көрсететін боламын. Сіздерге пайдалы болады деген ойдамын, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен етіміздегі осындай қара кесек еттерді пышақтың көмегімен жақсылап осылай ортасынан бөліп, жұқалап осып видеода көрсетілгендей етіп осатын боламыз. Неғұрлым жұқалау қоссаңыздар, еттеріңізге тұз соғұрлым жақсы сіңеді және иістеніп кетпейді, қызбайды. Тоңазытқышта да былай да салқын жерде ұстай берулеріңізге болады. Сондықтан видеода көрсетілгендей етіп оссаңыздар болады. Қалған еттеріміздің барлығын видеода көрсетілгендей етіп осып шығамыз. Жылқының сүйектері ірі болғандықтан, ірі сүйектердің барлығын балтамен шауып, арасына тұз сіңетіндей етіп бөлетін боламыз. Видео сіздерге пайдалы болады деген ойдамын, сондықтан менің каналыма тіркеліп, яғни подписация батырмасын басып, тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта да өте пайдалы видеолар шығаруға тырысамын. Қазақ тілді каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып, қолдауыңызды комментарий бөліміне жазып кетсеңіз болады. Және видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Мына жерде жылқының іш майы, жүрек және бауыр, өкпе сондай бөліктері, оларды қуырдақ жасағанда қуырып жібереміз, немесе әсіп жасауға да болады. Оларды тұздамаймыз. Егер тұздағыларыңыз келсе, өз қалауларыңыз. Ал мына ірі сүйектерді балтамен ортасынан бөліп, тұз сіңетіндей етіп шауып аламыз.
Мынау жылқының сүбесі, яғни қазы жасайтын бөлігі. Мұны қабырғасынан етін бөліп аламыз. Сөйтіп қазыға дайындайтын етті майдалап осып, тұз сіңетіндей етіп осатын боламыз. Етінен ажыратқанда қабырғасына кішкене ет қалдырамыз. Өйткені қабырғасын сорпа, басқа да тамақтарға қолданып қосып жіберуге болады. Қабырғамызды майда-майда етіп шабатын боламыз. Бұл жері бізде жая. Жаяны да осылай видеода көрсетілгендей етіп кесіп, тұз сіңетіндей қылып осып аламыз. Қазыға тығатын етімізді осылай ішекке сиятындай етіп, ортасынан бөліп, ұзынша етіп кесіп аламыз. Кесіп болғаннан кейін қазыға тығатын етті майдалап осатын боламыз. Өйткені қазының дәмі тұзының сіңуіне байланысты болады. Сондықтан тұзымыз жақсы сіңу үшін өте майда етіп осамыз. Еттеріміздің барлығын остық. Енді үлкен бос ыдысқа, яғни керсенге осылай осылған еттерімізді біртіндеп тұздап шығатын боламыз. Тұзды өз қалауларыңыз бойынша тұздасаңыз да болады. Мен бұл жерде осылай әр осылған тұсына сеуіп шықтым. Еттің тұзы ащы болғаны ұнайды, сондықтан осылай қалдырмай барлық жеріне тұзын тигізіп, жақсылап тұздап шықтым. Шабылған қабырғаларымызды да осылай жақсылап тұздап, үстінен басып, тұз сіңетіндей етіп қойып қоямыз. Жалпы етті тұздағаннан кейін 5-6 сағат тұз сіңуге салқын жерге қойып қоямын. Етті тұздағаннан кейін өзі суланып, суы шығатын болады. Сол суында 5-6 сағат тұрған етте тұз өте жақсы сіңеді. 5-6 сағат өз суында тұрған етті кешке салқын болған кезде далаға жайып, суын ағызып кептіретін боламыз. Сүйектерімізде осындай қалың еттер болса, оны да осылай пышақпен ашып, кесіп, осып алатын боламыз. Өйткені тұз сіңу керек. Қалың ет қалып қойған болса, ол жер тұз тимеген болса, қызып қалуы мүмкін. Сондықтан видеода көрсетілгендей етіп, жұқалап осып, барлық жеріне тұзды тигізіп, тұздап шығамыз.
мінекей шабылған сүйектеріміздегі арасында осылмай қалған қалың еттерін осылай пышақпен кесіп арасына тұз сіңетіндей етіп тұз сеуіп шығамыз. Мінекей осымен барлық еттерімізді тұздап болдық. Енді қазыға тығатын етімізді әр кесілген жерінің барлығына тұзды сіңдіріп, жақсылап тұздап шығатын боламыз. Мінекей осылай 5-6 сағат тұз сіңгенше қойып қоямыз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Видеом пайдалы болды деген ойдамын. Каналымда шығатын жаңа видеода кездескенше назарларыңызға рахмет.